Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 2 сыныптың қазақ тілі пәнінің 32 сабағын өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз н мен ың. Балалар, біз бұл сабақта н, ың әріптерінің емлесін сақтап жазатын боламыз. Сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогқа қатысатын боламыз. Балалар, сабағымызды бастамай тұрып, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңдар, және де өздеріңнің сыныптас достарыңмен видеоны бөлісіп қойыңдар. Ендеше 58-ші жаттығуға кірісейік. Өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Қарағым, оқы, босқа жүрме, ойынға құр қаларсың, көңіл бөлме. Жасынан оқып, өнер қуған, жан жетпес, көңілі жүйрік кемеңгерге дейді. Балалар, ендеше тапсырмаға назар аударайық. Қарамен жазылған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, бұл өлеңде қандай сөздер қарамен жазылған? Ойынға, кемеңгерге, яғни бұл сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстырамыз. Балалар, бұл жерде ойынға деген сөзде ойынға деп жаңағыдай жазылғанымен, бірақ айтылған кезде н әріпі ың болып естіледі екен. Яғни ойынға, ойынға деп айтыңдаршы кәне. Ойынға деп айтқан кезде біздің нымыз ың болып айтылады екен. Ал бірақ жазылған кезде ол әрине н болып жазылады екен. Мінекей бұл сөздің айтылуы мен жазылуында осындай ерекшелік бар екен. Ал кемеңгерге деген сөзде қалай айтылған болса, солай жазылады екен, Яғни кемеңгерге деп айтамыз, және дәл солай ың әріпін қолданып жазамыз, Келесі 59-шы жаттығу. Мақалды көркем жаз дейді. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде. Енді осы мақалымызды жақсылап тыныс белгілерін, яғни бұл жерде сызықша бар, сызықшаларды жақсылап өз орнына қойып, үтір нүктесін өз орнына қойып, жақсылап көшіріп жазамыз, және көшіріп болғанша видеоны тоқтатып қойыңдар. Балалар, көшіріп болған болсақ, тапсырмаға назар аударайық. Н, ың дыбыстары бар сөздердің астын сыз. Олар сөздің қай жерінде келіп тұр дейді. Балалар, бұл жерде н әріптері және н, ың әріптері қай жерде келіп тұр екен? Қай сөзде бар екен? Өнері, екінші қатарда да өнері деген сөзде бар, және өлеңде. Міне осы сөздерде н және ың әріптері бар екен, Олар сөздің қай жерінде келіп тұр, балалар? Өнері деген сөздерде екінші болып келіп тұр, өден кейін, яғни сөздің ортасында. Ал өлеңде деген сөзде де сөздің ортасында, яғни әріптердің арасында келіп тұр. Яғни сөздің басында да, соңында да емес, сөздің ішінде, сөздің арасында келіп тұр екен. Енді ың дыбысы сөз басында кездесе ме дейді. Балалар, жоқ, ың дыбысынан басталатын сөз жоқ екен, Келесі мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Мақалдың мағынасы қол өнері кілемде дейді. Балалар, кілемді өзінің қолының өнері бар, қолының шеберлігі бар адамдар тоқиды екен. Оны кез келген адам тоқи алмайды екен, Себебі кілем тоқу да бір өнер. Ода біздің қазақтың жаңағыдай ұлттық ою-өрнектері, кереметтей жаңағыдай бейнелер бейнеленіп тоқылады екен. Оны кез келген адам тоқи алмайды екен. Яғни қолының өнері бар, яғни қолының шеберлігі бар, саусағынан бал тамған деп жатамыз ғой, Сондай адамдар жаңағыдай тоқи алады екен, Енді сөз өнері өлеңде дейді. Балалар, біз барлығымызда сөйлей аламыз. Сұрағымызды қоя аламыз, сұраққа жауап бере аламыз, әңгімемізді айта аламыз. Бірақ та кез келген адам өлең шығара алмайды, Өлең жаза алмайды. Міне мына жоғарыда 58-ші жаттығуда оқыдыңдар ғой сендер Мағжан Жұмабаевтың өлеңіне. Мінекей Мағжан Жұмабаев біздің қазақтың жаңағыдай өзі өлсе де жазған хаты өлмеген керемет ақындарының бірі. Мінекей осы Мағжан ағамыз кереметтей осындай өлең жазған екен. Ал біз кез келгеніміз бұндай өлең жаза алмаймыз. Яғни өлеңді тек сөзінің өнері бар адамдар ғана жаза алады екен, Осындай мағынаны білдіреді екен. Енді 60-шы жаттығу. Суретке қара дейді. Суретші, қобызшы, кенші, құрылысшы, ғарышкер, тәртіп сақшысы өздерінің жұмыстарына қажетті құралдарды дұрыс таңдап алды ма дейді. Балалар, олай болса, келесі бетті ашып,
жаңағыдай нелердің мамандық иелері, яғни мұнда ғарышкер, тәртіп сақшысы, құрылысшы сияқты 6 түрлі мамандықтың иесі тұр екен. Бұлар өздеріне қажетті құрал жабдықтарды дұрыс алды ма дейді. Соны анықтаймыз. Ең бірінші суретте балалар ғарышкер, ғарышкердің қолында қобыз деген ұлттық аспабымыз тұр екен. Ал ғарышкерге қобыз керек пе балалар? Жоқ, ғарышкер қобыз тартпайды, күй тартпайды, ол ғарышқа ұшады, ғарышқа өзіне қажетті жаңағы бұйымдарды салатын оған сөмке керек, яғни біз қобызды кімге беруіміз керек? Қобызды міне 4-ші, 5-ші болып отырған жаңа қобызшыға береміз, одан кейін ал ғарышкердің сөмкесін іздейік. Ғарышкердің сөмкесі кімде екен? Оны құрылысшы арқасына асып алыпты. Оны біз ғарышкердің өзіне қайтарамыз. Келесі тәртіп сақшысы. Тәртіп сақшысының қолында балалар қабырғаны сылауға арналған жаңағыдай құрал сайман және кірпіш тұр екен. Ал бұл құрал саймандар кімдікі деп ойлайсыңдар? Қай мамандық иесіне қатысты? Әрине құрылысшыға қатысты, оны өзіне қайтарамыз. Ал келесі біздің 3-ші мамандық иесі ол өрт сөндіруші. Балалар, өрт сөндіруші де өзіне қажетті құрал сайманды дұрыс алмаған сияқты. Оның қолында бояу тұр екен, ал өрт сөндірушіге бояу қажет емес. Өрт сөндіру үшін өзіне қажетті, оның да өзіндік бұйымдары бар, оны қолындағы бояуды 6-шы болып тұрған суретшіге қайтарамыз. Ал өрт сөндірушіге қобызшының қолындағы құрал сайманды береді екенбіз. Ал 4-ші тұрған бізде жаңағыдай құрылысшы, құрылысшыға өзінің құрал сайманын қайтардық, және құрылысшының арқасындағы сөмке кімдікі еді? Ғарышкердікі, ғарышкерге оны да қайтарып қойдық. Енді 5-ші қобызшы. Қобызшының қобызын өзіне қайтардық, қолындағы құрал сайманды өрт сөндірушіге қайтардық. Ал енді 5-ші мамандық иесі қалды. 5-ші мамандық иесіне бояуын қайтардық. 5-ші мамандық иесі кім екен балалар? Суретші екен, Ал суретшілерге не керек? Әрине бояу керек. Ал суретші бояудың орнына қолына не ұстап алған? Тәртіп сақшысының құрал сайманын ұстап алыпты, Оны біз әрине кімге береміз? Тәртіп сақшысына береміз. Мінекей балалар, барлық мамандық иелері өздеріне қажетті құрал саймандарын алды. Енді сұрақтарға жауап берейік. Суреттегі мамандық иелері туралы не білесің дейді. Балалар, суреттегі мамандық иелері туралы не білеміз? Ғарышкердің ғарышқа ұшып ғарышты зерттейтінін білеміз, 2-ші тәртіп сақшысы барлық жерде қалада болсын, ауылда болсын, жаңағыдай тәртіпті сақтап тұрушы, яғни қылмыстардың, түрлі құқық бұзушылықтардың болмауын қамтамасыз ететін мамандық иесі екен. Біздің тыныштығымызды қамтамасыз етеді екен. Ал 3-ші өрт сөндіруші. Өрт сөндірушілер не істейді балалар? Әрине өрт болған жағдайда біз қоңырау шаламыз оларға, сосын олар келіп өртті өшіреді екен. 4-ші құрылысшы. Құрылысшылар біздің кереметтей қаладағы ғимараттарды, үйлерді салады екен. 5-ші қобызшы. Қобызшы қобыз тартады екен, кереметтей қобыздың үнімен барлық адамдардың құлағының құрышын қандырады екен. Ал келесі суретші. Суретші әрине ол да өте керемет өнер иесі, кез келген адам сурет сала алмайды екен. Оны қолының ебі бар, қолының шеберлігі бар адамдар ғана сала алады екен, керемет табиғаттың әртүрлі портреттерді салатын осы әрине біздің суретшілеріміз екен. Енді саған бұл мамандықтардың қайсысы ұнайды? Неліктен дейді. Балалар, сендерге бұл мамандықтардың қайсысы ұнайды? Және неліктен? Соны өздерің айтып түсіндіріңдер. Енді өзің болашақта қай мамандықты таңдар едің? Жауабыңды 2-3 сөйлеммен жаз дейді. Балалар, болашақта қандай мамандық иелері болғыларың келеді? Бұл жердегі 6 мамандық иелерінен басқа да мамандық иелерін айтуларыңа болады. Мүмкін дәрігер болғыларың келетін шығар, мүмкін мұғалім болғыларың келетін шығар, немесе тіпті басқа мамандық иесі болғыларың келетін шығар.
Олай болса, өздеріңнің қалаған мамандықтарың жайлы 2-3 сөйлемнен тұратын жаңағыдай әңгіме құрастырыңдар. Ендеше 61-ші жаттығуға назар аударайық. Кестеде көрсетілген болашақтың мамандықтары бойынша диалог құрастырыңдар дейді. Балалар, кестеде мынандай 3 топқа бөліну керек екенбіз. Біріншісі ғарыш пойызының жол серігі. Балалар, болашақтың мамандықтары дегеніміз қазіргі таңда бұндай мамандықтар жоқ, алайда заман дамып, біздің болашақ ұрпақтарымыздың жаңағыдай білім деңгейі көтерілсе, осындай мамандықтар пайда болуы мүмкін екен. Мысалы, бірінші ғарыш пойызының жол серігі. Балалар, қазір біз тек жердің бетінде жүретін пойыздарды көре аламыз. Жердің бетінде жүретін пойыздарға міне алады екенбіз, ал болашақта тіпті ғарышта да пойыздар болуы мүмкін екен. Ал жол серік дегеніміз кімдер? Бізді пойыздағы жаңағыдай пойызда біздерді қарсы алатын, шығарып салатын мамандық иелері, пойыздың тыныштығын сақтауға, пойыздың тазалығын сақтауға өздерінің үлесін қосады екен, Мінекей, келесі ай кеншісі дейді. Балалар, кеншілер дегеніміз кімдер? Кеншілер дегеніміз кен қазушылар. Ал кен дегеніміз не? Пайдалы қазба байлықтар, яғни жер астындағы пайдалы қазба байлықтарды қазатын адамдарды кеншілер деп атаймыз. Ал бұл жерде ай кеншілер деп тұр. Яғни болашақта адамдар, яғни кеншілер жердегі қазба байлықтарды ғана емес, айдағы қазба байлықтарды да қазуы мүмкін. Ал үшінші су асты қалаларының құрылысшылары дейді, құрылысшысы дейді. Балалар, біз қазір қалаларды, үлкен ғимараттарды, көп қабатты үйлерді тек жердің бетінен ғана кездестіреміз, ал болашақта білім мен ғылым дамып, біздің ұрпақтарымыз дамып, тіпті судың астына да қала салуы мүмкін екен. Яғни су асты қаласын салатын құрылысшылар дейді. Мінекей, осындай 3 топқа сыныптарыңмен бөлетін боласыңдар, 3 топқа бөлінетін боласыңдар. Мінекей, осы мамандықтардың иелері болып сезініп, өздеріңді 3 топқа бөлініп, әңгіме құрастыратын боласыңдар, яғни диалог құрастыратын боласыңдар. Диалог дегеніміз не еді, балалар? 2 немесе одан да көп адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, яғни сыныпта қанша баласыңдар, солардың барлығы 3 топқа бөлінеді. Осы бір топ ғарыш пойызының жол серігі, 2-ші топ ай кеншісі, 3-ші су асты қалаларының құрылысшысы дейді. Мінекей, осындай топтарға бөлініп, бір-бірлерімен диалог құрасыңдар. Балалар, ендеше сендермен 33-ші сабақта кездесетін боламыз. Олай болса, сау болыңдар балалар.